Алла Субхана Тағала Құранда айтады, сендер өздеріңе қарамайсыңдар ма дейді. Өзімізге көз жүгіртейікші. Көзіміз, құлағымыз, бәрі орнымен. Сондықтан ол нәрсені өзгерткен адам малғұн дейді. Малғұн деген лағынеттелген дейді ол жаңағы. Құдайдың жаратқан жаратылысынан сұлу емеспіз біз. Біреулер бар еріндерін бүйтіп алады. Құдай саған көрікті қылып жаратты ғой Құдай сен. Біреу қас берсе оны қырып тастайды да орнын қарындашпен сақып қойды. Субханалла. Құдай тырнақ берсе ол тырнақты әдемілеп шығарып алады. Үстіне тырнақ жабыстырып алады. Субханалла. Сонда не болды? Сондықтан біз оны айту керек. Қараңыздар, мына тырнақтың үстіне тырнақ жабыстырған, оны бүйтіп лақтап алғаннан кейін оның астына су тимейді. Адам жыныстық қатынасқа түскеннен кейін ол жуыну керек. Жуынған кезде ғұсылдың шарты иненің ұшындай жер қалмау керек. Ал сол тырнағын бояған, тырнағын өсіген лақтаған адамдардың тырнағының астына су тимейді денесіне. Ол лас адам болып есептеледі.